Сәлем, достар. Бүгін біз сіздермен драмалық әрі ойландыратын фильм «Молода и прекрасна» жайлы әңгімелесеміз. Бұл туындыда отбасы, құпиялар және адамның өз өмірлік жолын іздеуі сияқты терең тақырыптар көтеріледі. Фильмнің басты кейіпкері Изабель есімді жасөспірім қыз. Жазғы демалыстан кейін ол жаңа оқу жылына оралады, бірақ оның өмірінде күтпеген шешімдер мен әрекеттер орын алады. Оқиғалар барысында біз оның екі түрлі әлемде өмір сүргенін көреміз. Біріншісі – отбасы мен достарға таныс бейнесі, екіншісі – құпияға толы ішкі әлемі. Туынды көрерменді адам бойындағы қарама-қайшылықтарды түсінуге жетелейді. Фильмнің атмосферасы, операторлық жұмысы және музыкасы бәрі бірге көрерменді толғанысты күйге енгізеді. «Молода и прекрасна» жай ғана драма емес, бұл жас адамның қателіктері, таңдауы және сол таңдаудың салдары жайлы терең ойға жетелейтін шығарма. Фильмнен кейін әркім өз өміріндегі шекаралар мен құндылықтар туралы ойланады. Егер сізді психологиялық драма жанры қызықтырса және күрделі тақырыптарды зерттеуге дайын болсаңыз, бұл фильмді назардан тыс қалдырмаңыз. Достар, егер бұл шолу сізге ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі бейнеде кездескенше.